сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сәулетшінің өнері. Мақсаты сәулет өнеріне қатысты мамандықтармен танысу, құрылысқа қатысты сөздерді қолдануды үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Искусство архитектора». Сегодня познакомимся с профессиями, связанные с архитектурой, и научимся использовать слова, связанные со строительством. Бүгінгі өтетін жаңа сөздеріміз ұста – это плотник, сәулетші – архитектор, құрылысшы – строитель, шатыр – крыша, баспалдақ – лестница, көлем – это объем. Қайталаймыз. Ұста, сәулетші, құрылысшы, шатыр, баспалдақ, көлем. Ребята, запомните эти слова и запишите его в тетради. Енді келесі бірінші тапсырма. Суреттерге мұқият қарап, бұл үй неден жасалған деген сұраққа жауап береміз. В этом задании посмотрите внимательно на картинки и давайте ответим, из чего сделаны эти дома. Бірінші суреттегі үй неден жасалған? Бұл үй кірпіштен жасалған. Екінші үй неден жасалған? Екінші үй әйнектен жасалған. Үшінші үй ағаштан жасалған. Ал төртінші үй неден жасалған? Төртінші үй тастан жасалған. Я? Ребята, я думаю, вы тоже ответили правильно. Енді келесі екінші тапсырма, сөздерді дұрыс орналастыр. Во втором задании вам нужно распределить эти слова в правильную графу. В первой графу вы выписываете части здания. В середине вы пишете строительные материалы. И в конце вы выписываете профессии. Это задание письменное выполняете в тетради. Жақсы, келесі бесінші тапсырма, мәтінді оқы. Балалар, мәтінді бірге оқимыз. Үй салғанда сәулетші ең алдымен климатқа көңіл бөледі. Мысалы, құрғақ аймақтарда үйдің шатыры тегіс, терезелері кішкентай болады. Ал жаңбырлы аймақтарда үйдің шатыры көлбеу орналасады. Бұрын үйді ағаштан, ірі тастардан салған. Ал қазір ғимаратты салу үшін кірпіш, пластикті көп пайдаланады. Бұл материалдар өте жеңіл, әсіресе биік ғимараттарды салу үшін өте ыңғайлы. Құрылысшы мен ұсталар жеңіл құрылыс материалын оңай қолданады, өңдейді. Оқушылар, мәтінді тағы бір түсініп оқып, аудармасымен бірге оқимыз. Және де мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ребята, еще раз внимательно прочитайте текст. И давайте по тексту ответим на следующие вопросы. Бірінші, сәулетші қандай нәрсеге көңіл бөледі? На что обращает внимание архитектор? Екінші, баспана салу үшін қандай материалдар қажет? Какие материалы нужны, чтобы построить дом? Үшінші, ғимаратты тез салу үшін қандай материалдар ыңғайлы? Какие материалы удобны, чтобы построить здание? Чтобы быстро построить здание. Төртінші, құрылысқа қандай мамандар қажет? Какие специалисты нужны для стройки? На эти вопросы вам нужно ответить устно. Жақсы балалар, келесі үй тапсырмасы. Жетінші тапсырма, өз қиялыңдағы үйдің суретін салып, оның жобасы, құрылыс материалдары туралы айтып бер. В седьмом задании вам нужно нарисовать дом своей фантазии и подробно рассказать об этом проекте, из каких материалов вы будете его строить.
Ендігі сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңыз.